Сәлеметсіздер ме білім алушылар? 5-ші сынып теңдеу 5-ші сабақ. Жалпы теңдеуді шешу дегеніміз осы теңдеудің барлық шешімдерін табу, немесе бұл теңдеудің шешімі жоқ екенін көрсету. Бірінші мысалдан бастаймыз. Теңдеуді шешудің өзінің алгоритмі бар. X қосу 18-ді жазып қоямын, ал 26 мен 15-ті қосып аламын. 41. Келесі X-ті табу үшін 41-ден азайтамын 18-ді. Яғни ойлаймыз, X-тің орнына қандай санды қойған кезде және оған 18-ді қосқанда 41 шығатындығы. Сондықтан керісінше 41-ден 18-ді алып тастаймыз. X тең болады 23. Енді тексереміз. X-тің орнына 23 қосу 18 тең болады 26 қосу 15. 23-ке 18 қосамын 41, 26-ға 15 қосамын 41. Демек, теңдеудің жауабы дұрыс. 80-ші есептің біріншісі мен үшіншісін шығарып көрсетемін. 43x қосу 72 тең болады 502. Бірінші 43x-ті табамыз. Ол үшін 502-ден 72-ні азайтамын. 43x-імді тағы да жазып қоямын. 502-ден 72 алатын болсам 430. X-ті табу үшін 430-ды бөлемін 43-ке. X тең болады 10. Тексереміз. 43-ті 10-ға көбейтіп, оған 72-ні қосамын. Сол кезде 502 шығама тексеремін. 43-ті 10-ға көбейтемін 430. 430-ға 72 қосамын. Теңдік орындалды. Демек, теңдеудің шешімі 10 деген сөз. Келесі, үшіншісі 19y тең болады 200-ге қосамын 47-ні. Себебі байқап тұрсаңыздар, 19y үлкен сан. 200-ден де үлкен, 47 шығып тұр. 19y тең болады 247. Y-ті табу үшін 247-ні 19-ға бөлемін. Y тең болады 247-ні бөлемін 19-ға, бірден беремін 19, 57-нің ішінде 3 рет. 13. Y-іміз 13-ке тең болды, тексеріп аламын. 19-ды 13-ке көбейтіп, одан 200 аламыз. Шынымен де 19-ды 13-ке көбейтсем, менде 247 шығады. Одан 200-ді алсам, 47 шығады. Теңдік орындалды, демек теңдеудің шешімі 13 деген сөз. 81-ші есептің біріншісі мен үшіншісін шығарамыз. X қосу 58-ді жазып қоямын. 91-ге 37 қосып аламын. X қосу 58, 91-ге 37 қоссам 128. X-ті табу үшін 128-ден 58-ді азайтамын. X тең болады 70. Тексеремін. 70-ке 58 қосамын. Одан 37 азайтамын. 91. 128, одан 37 аламын. 91. 91 шығады теңдіктің екі жағынан да. Демек, біздің теңдеудің шешімі 70 деген сөз. Келесі 81-ші есептің үшіншісі Y азайту 28 тең болады 69-дан 13-ті азайтамын. Y азайту 28 тең болады 56. Y тең болады 56-ға қосамын 28-ді. Y тең болады 4, бір ойда 7, 84. Тексереміз. 69 азайту 84-тен 28 аламын, 13 шығу керек. 69 азайтамын. Мұнда 6, 36 тең болады 13. 56. Шынымен де 69-дан 56 алсақ, 13 шығады. Теңдеудің шешімі 84 деген сөз. 82-ші есеп, біріншісін және үшіншісін қарастырамыз. 321 қосу X қосу 13 тең болады 450. Бұл жерде бірінші X пен 13-ті қалдырайын. Немесе мына жерде бірінші 321-ге 13-ті де қосып алуға болады. 450-ден 321-ді азайтамын. X қосу 13 тең болады 9, мында біреу кетіп қалды 2, 129.
x тең болады 129-дан 13-ті азайтамын. X тең 116. Тексеремін. 321 қосу 116 қосу 13 тең болады 450. 321 қосу 9, 2, 129 тең 450. 321-ге 129 қосам, 0 бір ойда 4, 5, 4, 450 тең 450, демек теңдеудің жауабы 116 деген сөз. Келесі есептерді тексермеймін. X қосу 29 тең болады 204-тен 100-ді азайтамын. X қосу 29 тең болады 104. X-ті табу үшін 104-тен 29-ды азайтамын. X тең болады 5. Мұнда 9 қалды, 75. Теңдеудің шешімі 75. 83-ші есеп. Біріншісі X азайту 23. Яғни X азайту 23-ті 14-ке көбейткенде 56 шығады. Демек, 56-ны 14-ке бөліп аламыз. X азайту 23 тең болады 4. X-ті табу үшін 4-ке 23-ті қосамын. X тең болады 27. Келесі 205 бөлу Y азайту 27. Y азайту 27-ні табу үшін 205-ті 41-ге бөлемін. Y азайту 27 тең болады 5. Y тең болады 5-ке 27-ні қосамын. Y тең 32. Бесіншісі 89 көбейту B қосу 3, 13 B қосу 13-ті табу үшін 7120-ны 89-ға бөлемін. B қосу 13 тең болады 7120 бөлу 89. 8-ден берейік. 2, 7 ойда 64, 71. 80 болады. 80. B-ны табу үшін 80-нен 13-ті азайтамын. B тең болады 67. 84-ші есеп. Біріншісі 17x қосу 18x тең 700. 17x пен 18x ұқсас, сондықтан оларды қосып аламыз. 35x тең болады 700-ге. X-ті табу үшін 700-ді 35-ке бөлемін. X тең болады 20. Келесі 39x-қа 33x-ті қосамын. 72x тең болады 432. X-ті табу үшін 432-ні бөлемін 72-ге. X тең болады 6-дан. Енді тексеріп көрейік. 432-ні бөлсем 72-ге 6-дан беремін. 2 бір ойда 42, 43. Бұл теңдеудің жауабы 6. 85-ші есеп. X бөлу 28 тең болады 72 бөлу 24. X бөлу 28 тең болады 72-ні 24-ке бөлсек 3. X-ті табу үшін 28-ді 3-ке көбейтемін. X тең болады 8 үшін 24, 4-ін жазам 3 ойда, 6 ойдағымен 9, 94-ке тең. X бөлу 85 тең болады 420-ны 84-ке бөлемін, 5 тең келеді. X тең болады 85-ті 5-ке көбейтемін. X тең 5, X ойда 40, 42, 425. Келесі 2x тең болады 36 көбейту 3. 2x тең болады 36-ны 3-ке көбейтсем 8 бір ойда 108. X тең болады 108-ді 2-ге бөлемін. X тең болады 54. Осымен теңдеулерге берілген есептерді аяқтадық.